Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жастар арасында суицидтің алдын алу және осы тақырып аясында бізге ақпарат беретін психолог Әйгерім Талғатқызы. Қайырлы күн, Әйгерім ханым. Біздің алғашқы сұрақ: жастардың суицидтік мінез құлқын қалай байқауға болады? Мысалға, үйде жүреді бала, көбінесе жаңағы 13 пен 17 жас аралығында балалар ұшырап жатады ғой суицидке. Соны үй жағдайында мысалға ата-ана өзінің баласына қалай байқауына болады? Ол байқалады ма? Сыртқы мінез құлқы көрініп тұрады ма? Әрине көрініп тұрады, бірақ ол дегенменде әр баланың темпераментіне де байланысты және отбасындағы балаға деген ерекше көңіл бөлуіне де байланысты. Кейбір жағдайда баланың сыртқы келбетінен анықтауға болады. Кейбір жағдайда жасырын формада болады. Жасырын формада болатын балалар көп жағдайда тұйық балалар болып келеді. Ата-анасының ерекше көңіліне мүлдем бөлінбейтін балалар болып есептеледі. Жалпы айтқанда балалар өзіне тәрбиесі және бала өзіне өзі берілген бала болып есептеледі. Ал егер анықтау, бағана сіздің айтып өткендегі сұрағыңызға байланысты қалай анықтаймыз десеңіз, әрине балалардың көп жағдайда ойын құмар болу, болмаса да сырт жаққа көп көңіл бөлуі. Көп көңіл бөлу дегеніміз ата-ананың бақылауы бойынша балалар ерсіз қылықтар көрсете бастайды. Ерсіз қылықтар дегеніміз агрессивті жағдай өте жоғары бала болады. Агрессивті жағдайдың өзінде егер де бала айналаны естімейтін, қабылдамайтын, өзінен бөлек әлем таңдап алған жағдайда болса, демек ол бала сырт жақтан басқа тәлім тәрбие алып жатыр деген сөз. Сол жағдайларда баланың мінезінің өзгерісі, қалыпты күнделікті баланың өзгерісі, мінезі өзгеріске ұшырай бастайды. Енді 13 жастан бала, нақты айтқанда 13 жастан баланың мінезі қалыпты деңгейге жететін мінез, қалыптасу процесі деп айтады. Яғни қалыптасу процесі адамның үлкен өмірге деген мінезінің тұрақтылығы. Мінез тұрақсыз деп айтамыз ғой, ол подростық кезде. Сол тұрақсыз мінездері қалыптасу болып есептеледі. Сол деңгейде ата-ана ерекше көңіл бөліп, балаға ерекше тәрбие беріп, баламен бірге қалыптасу процесінде атсалысатын болса, әрине баланы осы суицидтен алып қалуға болады, алдын алуға шараларын қолдануға әбден мүмкін. Бірақ қазіргі таңда ата-аналардың көбісі жұмыс басты болғандықтан кейін баланың тәрбиесі толығымен өзіне өзі қамтамасыз етілгендіктен бала сырттан, болмаса қазіргі 21 ғасырға байланысты ғаламтордың дамып өрбіп келе жатқан жайты бар, соған байланысты балалар тәрбиені жан-жақтан алып жатады. Оның да бір кері әсері бар, сондықтан барлық мөлшерде белгілі бір уақытта берілгені дұрыс. Жақсы. Ал осы суицидті жасау тәуекелділігі жоғары деп біз кімдерді айта аламыз? Қандай мінез құлықтағы балаларды айта аламыз? Мінез құлықты ол әртүрлі мінез құлықтағы балаларда болуы мүмкін. Бірақ бастысы балалардың ол фундаменті деп айтамыз, яғни ол отбасынан болып келеді. Отбасында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық, зомбылық балаға деген күшеюде, оны жоққа шығарудың ешқандай мәні жоқ. Дегенмен де отбасына балаларға тұрмыстық зорлық, зомбылықтың салдарынан балаларға жоғарыда атап өткендегідей серотониннің көбеюіне байланысты 13 жаста балалардың гормондары қалыптасу процеске ұшыраған кезінде оларда агрессивті жағдайды күшейтеді. Зорлық, зомбылық балалардың ойына әртүрлі кері әсерді ойлар туындатуға мүмкіндіктер беріліп жатады. Соның салдарынан отбасында тұрмыстық зомбылық көрген балалар, болмаса агрессивті ғаламторда ойын ойнаған балалар, және де жасырын түрде психикалық ауытқуы бар балалар, және де психикасында ауытқуы жоқ, бірақ белгілі бір факторлармен психикасында өзгеріс пайда болған балалар ұшырауы мүмкін. Яғни белгілі бір мінездегі, белгілі бір темпераменттегі балалар емес, әртүрлі жағдайдағы балалар ұшырай беруі мүмкін. Факторларға әсер ету факторларына байланысты. Көбіне үйіндегі жағдай отбасы мүшелерінің кері әсері болып есептеледі. Жалпы осы суицид деген енді адамның өз-өзіне қол жұмсауы ғой. Бұл қалай беріледі адамға, мысалы, ол қалай адам соған барады, ол генетикалық тұрғыдан беріледі ме, жоқ әлде әлеуметтік жүйе пайда болғаннан келеді ме? Мен бағана жоғарыда айтып өткенде генетикалық деген ол тұқым қуалаушылық, яғни тұқым қуалаушылық дегеніміз егер де қыздың туыстарында, яғни жақындарында психикалық ауытқу болып жатса, болмаса суицидке бейімділігі болып жатса, ол баланың болашақтағы кері әсерлерінің салдарынан психикасы әлсіз болса, ол да генетикалық, яғни тұқым қуалаушылық болып есептеледі. Әлеуметтік тұрғыда дегеніміз ол
мысалы баланың қандай да деңгейде психикасы жақсы болып өсіп бала жақсы дамыған күнде де егер де отбасынан жылулық мүлдем көрмеген бала болса, ол белгілі бір факторлар, яғни айналадағы қиыншылыққа төзімсіз болып жатады. Егер де балаларға көп жағдайда ата-аналар бейжай қарап жатып, баламда суицидтік белгілер анықталмады деп жатады. Анықталмаған себептері бала жасырын түрде ой туындау деген сияқты, соны жиі ойлау, болмаса соны жоспарлау деген сияқты ойлар, белгілер көрсетіліп жатады. Бірақ ата-ана ол әрбір баланың ойында, санасында болады деген тұжырымға келеді. Әрине мүмкін болатын шығар, себебі қазіргі таңда айналада заманның дамуына байланысты әртүрлі ойлар беретіндей септіктер тигізіп жатыр. Бірақ бала егер ата-анасы ерекше көңіл бөліп баланы тәрбиеге алғандай болса, бала өзіне дұрыс жолды таңдай білуі ол үйреншікті жағдай болады. Бала қайсының дұрыс, қайсы бұрыс екенін анықтай алатындай болады. Егер де бала өзіне толығымен тәрбиелігі беріліп жататындай болса, бала бірден бір осы қиындықтан шығудың амалы осы суицид деген шешімге келуі мүмкін. Сондықтан ерекше көңіл бөлу баланың тәрбиесіне ол үлкен рөл атқарады. Ал жалпы мысалға бала негізі әртүрлі отбасы бар қоғамда. Енді күнде зорлық зомбылық көрсететін отбасылар бар. Осы кішкене күнінде осындай дүниелерді әкесі анасын ұрған, анасы әкесіне жаңағындай сөз қатырған сияқты сынды оқиғаларды көрген балаға осы суицидке, осындай оқиғалар жалпы баланың суицидке баруына жол ашады ма? Әрине, жоғарыда атап өткендей балалардың төзімділігі белгілі бір шекарада болады. Себебі олардың психикасы әлі толық қалыптаспағандықтан, мынау көріп жатқан қиыншылықтарды балалардың түсінігіне, санасына толығымен енбегендіктен балалар шығудың бір ситуациясы осы суицид деп те ойлауы мүмкін. Біздің жалпы өзімнің тәжірибемде болғанда бір отбасында жанжал болған бала ата-анасын татуластыру үшін өз-өзіне қол жұмсаған. Себебі басына түскен іс отбасын біріктіреді деген ойда болған бала. Бірінші жасаған суицид бала әрине ата-анасын татуластырды. Бірақ татуластырған мәжбүрлі түрде татуласып тұр. Бірақ уақыт өте келе балаға ата-ана ортасында болған жанжалды көрсетпеген. Баланың осындай жағдайға ұшырайтынын білгендіктен сақтау үшін көрсетпеген. Бірақ отбасындағы жанжал онымен бітпеген, жасырын түрде болғандықтан бұл жанжал шиеленісіп кеткен. Сондықтан менің ойымша әрбір баламен ата-ана отырып сөйлесу керек. Қандай жағдай болғанда да бұл өмір баланы үлкен өмірге дайындай білу керек. Жалпы енді барлық ата-ана былай қарап отырсаңыз психолог емес қой. Көбінесе балалар өзіңіз айтқаныңыздай олардың психологиясы әлі тұрақты емес болады да, оған көбінесе ата-анасы әсер етеді ғой. Ал мысалға бізде қазір көп ата-ана жұмыста бәріміз білеміз, ол кешке дейін жұмыста жүреді. Сондай кезде оған қалай көмек көрсетуге болады мысалға? Қалай қалыптастыруға оның мінез құлқын, оның жағында үлкен өмірге дайындау деп жатсыз, онымен қалай айналысуға болады? Әрине барлық ата-ана психолог емес, бірақ енді қазіргі кезде сенім телефондары деген өте көп. Солар арқылы кеңес алуға болады ата-аналарға. Ата-аналар психологтың көмектері, яғни ата-аналар телефонды хабарласып, үйден шықпай, қолдарында ұялы телефон бар, сол арқылы сенім телефонына хабарласып, тәжірибе алмасуға болады. Одан бөлек әрбір ата-ана психолог болу міндетті емес, әрбір ата-ана өз баласының жан дүниесін түсінсе сол бастысы. Егер де кешкі уақытта жұмысынан шаршап келген кезінде ата-ана бір сәт, жарты сағат уақытын болса да баласын қасына алып, құшақтап отырып, тек қана мән жайын сұраса, соның өзі де бастапқы кезде үлкен бір жетістіктің бірі болып есептеледі. Бала үшін де, ата-ана үшін де. Көп жағдайда ата-ана мен бала ата-ана екенін біледі, бала екенін біледі, бірақ дегенмен де екеуінің ортасында байланыс жоқ. Баласын толыққанды ата-ана білмейтін де ата-аналар бар. Анасының шаруасын біледі, бірақ ата-анасымен мүлдем байланысы жоқ балалар да бар.
Көп ата-аналар қазіргі таңда жұмыс басты болғандықтан олар ойлайды, үйге келдік, тамақ іштік, баламен қалай жағдай, сонымен сөйлестік, балам аман көз алдында жүр. сонымен байланыс деп ойлайды. Байланыс деген күрделі болу керек, тереңдеу болу керек ата-ана мен баланың ортасында. Мысалы, жасөспірім жасқа келгеннен кейін ата-ананың көбісі айтады, балам тыңдамайды, бағынбайды деп айтады. Себебі олар бастапқы кезден бастап байланысты жоғалтып алған. Яғни бұл бүгін ғана пайда болатын проблема, сол бұрыннан келе жатқан, иә. Ал енді осы суицидтің өзінің деңгейлері болады ма? Мысалға, менің ойымша, бала бірден оған өз-өзіне қол жұмсамайды, иә? Ол белгілі бір тараптан бір деңгейден өтеді ма? Иә, мен бағана жоғарыда айтып өткендегідей, суицидтің алдын алу жолдары болады. Бірақ суицидтің де дәл сондай түрлері болады. Суицид негізінде тұқым қуалаушылық болып жатса, егер әрбір ата-ана өзінің жақындарының сондай жағдайда болғандарын анықтай отыра, балаға да ерекше көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Егер де екінші түрі, ол егер де балаға мүлдем көңіл бөлмеген ата-ана болып жатса, белгілер анықталып жатады. Егер де мұқият балаға көңіл бөлетін болса ата-ана. Себебі баланың мінез-құлқы күнделікті жағдайдан ерекше бола бастайды, өзгере бастайды мінезі. Көп ата-ана ол переходный возраст деп соған неғыла салады, бет бұра салады. Бірақ дегенмен де переходный возраст дәл сол кезеңде баланың мінезінің өзгерісі пайда болады. Сол кезде баламен бірге ата-ана сол кезеңнен өте білу керек. Сонда ата-ана баласының тұрақсыз екенін және де суицидке әуестігі бар ма жоқ па соны анықтай бастайды. Егер де байланысы болмаса, ол тек қана сыртын ғана анықтау мүмкін. Сыртын ғана көреді, баласының жан дүниесіне үңіле алмайды ата-ана. Егер де бала мен ананың ортасында терең қарым-қатынас болатын болса, байланыс болатын болса, онда анасы, нақты айтқанда ата-анасы, әкесі де, бұл жерде жоғарыда айта кететіндей бір жайт бар. Біздің менталитетте, біздің түсінік бойынша көбісінше ана көңіл бөлу керек балаға деп ойлайды, ана тәрбиелеу керек деп ойлайды. Бірақ қазір кезде бала да, адам да өзгеріп жатыр, заман да өзгеріп жатыр, яғни заман өтеді, бірақ дегенмен де адам өзгеріп жатыр. Сондықтан баланың тәрбиесіне ана да, әке де, екеуі де теңдей атсалысу керек. Жауапты болып отыр. Себебі, егер ол қыз бала болса, ер адамның психологиясын болашақта алданып қалмас үшін әкесімен байланысы болу керек. Сөйлесе беру керек, әкесі ерекше көңіл бөліп тәрбие беру керек. Егер ұл болса, анасының міндетті түрде тәрбиесі ерекше рөл атқарады. Бұл жерде ананың да, әкенің де балаға деген тәрбиесі өте маңызды. Ал енді осы суицидтің болдырмау жолдары бар ма? Қалай алдын алуға болады? Алдын алу дегеніміз ол барлық мәселенің бірінші бастапқы деңгейі. Ол бастапқы деңгей деген деп айтып отырған себебім бала мен отбасы, жалпы айтқанда ерлі-зайыптар отбасын құрған кезде, олар енді міндетті түрде ата-ана болу деген түсінік болады ғой адамда. Сол сәттен бастап жоспар құра білу керек. Себебі ананың да атаның да бұл жерде атқаратын рөлі маңызды болғандықтан ерлі-зайыптар отырып отбасының дастархан басында бір шешімге келетіндей болу керек. Бізде қазіргі кезде әрине ондай отбасылар өте көп. Ол әрине ол да қуантатын жайт. Жастар қазіргі отбасын құрмас бұрын ерлі-зайыптар сөйлеседі. Егер қыз болса осылай тәрбиелейміз, егер ұл болса осылай жасаймыз деген сияқты. Бірақ барлық ондай емес, бейжай қарайтын да отбасы болады. Сондықтан міндетті түрде отбасы бірінші жоспар құра білу керек. Баланың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу үшін. Отбасы себебі бірінші орында ерлі-зайыптар мен балалардан құралады. Ол күнделікті қажетті материалдық жағдайдан бөлек. Жақсы, рахмет. Ал енді осы кибербуллингтің суицидке әсері бар ма осы? Кибербуллингтің суицидке әсері бар.
себебі балалардың жасөспірім шақта бағана жоғарыда атап өткендегідей мінездердің қалыптасу процесі болады. Сол кезде серотонин деген гормон болады, адамның эмоциясына, эндорфин, дофамин деген сияқты гормондар болады, адамның эмоциясына жауап беретін, адамның эмоциясын қалыптастыру гормондары болып есептеледі. Сол гормондар қалыптасу процесінде бұлар интернет жүйесінен әртүрлі ойындар, қорқыту, үркіту, агрессивті жағдайға бет бұратын ойындарды көре бастайды. Соның салдарынан бағанағы жоғарыда айтқан қалыптасу процесінде гормондар төмен құлап кетуі мүмкін. Ол құлап кету дегеніміз баланың әртүрлі эмоция болады адам бойында. Сол эмоцияның бірі қорқу эмоциясы басымқы болады. Соның салдарынан балаларда қорқу, үрей деген сияқты мазасыздық күшейе бастайды. Сол сәттерде балаларда бір ғана амал тек қана суицид жасау болады. Себебі бағанағы сіз айтып өткендей кибербуллинг ол баланы дәл сол мақсатпен соған итермелейді суицидке. Ал оның не қажеттілігі бар? Мысалы айта кетер болсақ, бір кездері ойындар шықты, таңғы 4-те ойнайтын ойындар болады. Балалар, жасөспірімдер таңғы 4-те тек жасөспірімдер емес, әрине барлық адам ұйықтайтын өзінің белгілі уақыты болады. Сағат 4-ке, таңғы 4-те олар ойнайды, себебі адам әлі ұйқысы үстінде болады. Адамның өз оянғанмен ми ұйықтау процесінде болады. Сол кезде адамды кері әсерге итермелеу оңайырақ болады. Бірақ ол ойынның бастапқы шарты бірден таңғы 4-те оятып баланы ойынға беру емес, бастапқы күндізгіден басталады ойын. Бала жай-жайдан тәуелділігі, әуестілігі пайда бола бастағаннан кейін оған міндетті түрде жоспар беріледі, жоспар таңғы 4-те орындалады. Бірнеше баланың психологиясына байланысты ол әрине, бірнеше уақыт көлемінде бола ма, бір уақыт көлемінде бола ма, баланың психологиясына байланысты кейбір жағдайда суицидке жеткізіп жатады. Бірақ кейбір ата-аналар көңіл бөлудің арқасында балалардың мінезінде өзгерісі бар екенін анықтап, сол суицидтің алдын алып жатады. Түсінікті. Ал енді осы жастардың психикалық денсаулығын тәрбиелеу мақсатында, жақсарту мақсатында қоғамға қандай міндеттерді арта аламыз? Бірінші орында бала үшін бастысы отбасы. Әрине, бала да қоғамның мүшесінің бірі. Бірақ дегенмен де балаға отбасынан артық ештеңе қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан әрбір балаға отбасында ерекше көңіл бөлгені абзал, әрбір ата-ана. Енді өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір толыққанды емес отбасылар да бар. Бірақ толыққанды емес отбасының өзінде ана болса, болмаса тек әке болып жатса, оның өзінің ерекше көңіл бөлгені балаға да жеткілікті болып тұрады. Әрбір балаға жасөспірім шақта мінезінің өзгеріске ұшырау белгілері анықталу процесінде ғана емес, бастапқы кезінен бастап балаға ерекше көңіл бөлетін болса, жасөспірім кезеңінде әрбір ата-ана баламен бірге бірлесе жеңіл өтеді ол кезеңнен. Себебі бастапқы кезден бастап баламен айналысқан ата-ана өз баласын жақсы білетін болады. Әрине, ол жолдан шығуға да амалдарын оп-оңай, ешқандай психологсыз өздерде таба алатын болады. Түсінікті. Осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Сізге үлкен рахмет, Әйгерім ханым. Құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.